Бәріне сәлем, құрметті достар. Көптен видео түсірмей қалдым. 12 күндей болды. Сіздерден кешірім сұраймын. Бүгінгі видеода алоеның пайдасын айтатын боламын. Алоэ қандай ауруларға ем, нақты соны айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де адамдармен бөлісіп колокольчикті басып қойыңыздар. Алоэ ол үйде өсетін өсімдік. Үйде алоэңіз бар болса, оны көп нәрселерге пайдаланған дұрыс. Әсіресе бет күтіміне өте жақсы, және де ішкі ағзаларға да пайдасы мол. Оның құрамында витаминдер мен белсенді қоспалар бар. Алоэ қандай ауруларды емдейді? Гастрит, асқазан, ас қорыту жолдарын, ішектерді, геморрой ауруларын емдейді екен. Және де тері ауруларын емдейді. Тері ауруларын, экзема, ойық жаралар, соларға ем. Қысқаша интернеттен көрген ақпаратымды геморройды қалай емдей керек екенін айтып кетейін. Таңертең 20 минут бұрын бір қасық алоэ согын ішу керек екен. Және де ауырған геморройға осы жапырақтарын ашып, ішіндегі согын жағу керек екен. Бірінші ішпей тұрып, бұның минусы, бұл адамда аллергия болуы мүмкін. Бұл көп адамда бола бермейді, бірақ соны тексеру үшін бірінші денеңізге жағып көріңіз алоэ жапырағын. Егер қызарып, қышып, солай аллергия болмаса, онда іше беруіңізге болады. Бұл тәсілді жасайсыз ба, жасамайсыз ба, ол өзіңіздің қалауыңыз. Егер сіздерге көмектессе, мен өте қуанышты боламын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.